Жағдайларың жақсы ма? Оқушылар бөлім ма? Балдар бүгін 5-ші сыныбында біз қазақ әдебиеті сабағын өтеміз. Сабағымыздың тақырыбы қандай екен балдар? Батырлар жыры. Сабақты бастамас бұрын біз кішкене психологиялық ахуалды не істеп алайық? Жақсартып алайық сыныптар, иә? Бір-бірімізге сабақтың басында жақсы көңіл күйімізді көтеріп алайық. Түрлеріңді күліп істесеңдерші. Күліп істеңдер. Екіншісі көрейік. Нұрасы. Үшінші. План Кендебай ертегісін өткен болатынбыз, иә? Ол ертегі, қандай ертегілерге жататын еді? Қиял, ғажайып ертегілерге жататын еді. Сол ертегіні қаншалықты меңгергендеріңді байқау үшін. Мен сендерге мынандай ойын жасап келдім. Бұл жерде асықтар берілген. Қазір ат аталған оқушы шығып, сол белгілі бір асықты нұсқап, иә? Сінен шыққан сұраққа не істейді? Жауап. Тәйке. Кендебай қолында үйге әкеліп, ненің үйге алып келіп, құланның сүтімен асырады. Жақсы отыра қойыз. Кендебай аң аулап жүргенде Қаратаудың бойында, терең құздың бойында нені көрді? Ол қолын көрді. Қасқырды көрді. Сол қасқыр қолында түйіндеп жатқан көрді, ат жылғыды түйіндеп жатқан көрді, сосын қасқырды бүйтіп құйрығынан ұстап уақытын жүріп, сол биенің ішіндегі қарын жарып, сол қолында алды. Қазанғап қандай кәсіппен айналысты? Құсты атып жүрді, құс аулап жүрді. Аңшы болды ма сонда? Иә. Аңшы болды, иә? Жақсы олады. Ертегі кейіпкерлерін ата. Қазанғап, солай Кендебай, сосын хан, Қазанғаптың әйелі, сосын Керқұланның аты. Кендебайдың әкесінің аты кім? Қазанғап. Ал балдар сендердің алдарында жасанды интеллект арқылы мен кімнің суретін көріп тұрсың? Бауыржан Момышұлы, қазақ халқының батыры балдар, иә? Міне осы кісінің қазір бірер сөзі алдарында видеомен көрінеді балдар. Осыны тыңдай отырып, әрмен қарай тапсырмамызды орындайтын боламыз. Сендер бірінші мұқият осы аталарыңды не қылыңдар, тыңдап алыңдар. Дауыс шықпай ма? Мен Бауыржан Момышұлы. Қазақ халқы ежелден елін қорғаған батырлардың жырға қосып, олардың ерлігін ұрпақтан ұрпаққа жеткізген. Ер тарман, оғланды, алпамыс, қамбар сияқты батырлар туралы. Жырларымыз халқымыздың жүрегінен туған қазына. Бұл жырларда тек қылыш пен найзаның күші ғана емес. Отанды сүй, әділдік пен намыс, бірлік пен адалдық туралы ой жатыр. Мен де өз заманында елді қорғадым. Сол батырлар Бауыржан Момышұлы ол Қазақстанның Отан соғысына қатысқан адам, халықтың батыры. Ол Бауыржан Момышұлы көптеген романдардың жазушысы.
авторы, халыққа өте пайдасы көп деген адам. Батыр. Yay bir başlık bir de saçlı. Буға кірсе, Ya ayında da yeniden жасап tıyla aldık. Kelesi tapsırma topluk cumhur. Bu şeyde na ekranda QR'lar çıkardı. Kaçsındır. Her toptan okuşlar gelip telefonlarını na QR'da aşı arkalı tapsırmalarını ne istiyor olasınlar? Aşı alasınlar ya herkesin telefonlarına. Sütesinde dağı topta cumhur jasaysınlar. Sol tapsırma boyunca. O QR açılmasın gidiver top. Lan kaydır çıkar. ama bir dakika. Aşağı bir Şu stopluka bu. Негізі қанша тапсырма еді бұл жерде 3 тапсырмадан да әрқайсында ол осыны әдеби қолдайдыңдар сөйтесіңдер дағы айтатын біреу қыздар қасиет Бірінші тапсырма. Қобыланды ол өзі 6 жасында камшат бөркі басында тобығы торты алтын астында қарлығашы Камераға бірға. Екінші тапсырма. Арыстан туған қобыланды күн сайын өсіп тасшы баланың анасы құтқарады. болды. Тапсырмамыз нәтижесіндерге сұрақтар дайындап келген болатын. Мен осы өтілген жаңа сабақты, яғни батырлар жырын қаншалықты түсінгендерімді байқау үшін, сабақты қосуға арналған сұрақтарымыз бар. Болды. Қолланды, алпамыз, ертарым, жақсы отырамын. Бар, қаттар тұрсай. Батырлар жырының басты тақырыбы. Әдемі не ақ тұрсы? Отақта халқы заманда. Енді сабағымызды соңғы торсық рефлексиясымен аяқтайын деп тұрмыз. Алдарында 3 түрлі торсық тұр. Егер сабақтың барлығы саған түсінікті болатын болса, жасыл торсықтан келіп нешесіндер? Қымыз ішесіндер. Егер тақырыбымыз қандай еді? Батырлар жыры еді. Сол батырлар жыры бойынша ізденуім керек екен менің әлі деген тұстарым болатын болса, сары торсықтан ішесіндер. Мен сабақты түсінбедім дейтін болсаңдар, балдар қызыл торсықтан қымыз ішесіңдер. Алдыларына Біреу, сары таңдамайсыңдар ма? Sen gerçekten kızıl tane savaşçı mı? Бағалай тақырау еді. Әр тапсырма бойынша өздерінің алып тұрған балдарында 4 бал алдым, болмаса 5 бал алдым, 7 бал алдым деп өздерін істеп отырдар, бағалап отырдар. Топ басшы сабақтың соңында осының бәрін жинақтап айтады болса, сендер форматив бағаларын шығар. Benim 8.